21 қыркүйек Альцгеймер ауруымен күрес күні. Біздің қоғамда кейбір мәселе талқыланбайды. Оның ішінде деменцияның бір түрі осы Альцгеймер сияқты ауру түрлері бар. Өте өзекті. Жалпы деменция есте сақтау, тиісінше ақыл ой қабілетінің нашарлауы. Салдарынан тіршілік қылу өте қиындайды. Өзін өзі ұстай алмау, әрекетіне жауап бермеу, ешкіммен санаспау, тағысын тағы. Ондай науқас тек біреудің көмегімен өмір сүре алады. Ал үйінде отыратын мүмкіндігі жоқ, жұмыс істеп жүрген адамдар деменцияға шалдыққан жақынын көзден таса қылмай ұстау шартын орындай алмайды. Оған 1000 жерден қиын болса да сабыр мен төзім керектігін қосыңыз. Демек, деменцияның ауыр түріне шалдыққандарға күтім жасайтын орталықтар қажет. Біздің мемлекетте бұл проблеманы адамдар өз отбасының аясында ғана талқылайды, шешімін іздейді. Ал күтуші жалдауға ақша таппауы мүмкін. Сөйтіп ол шаңырақта ешкімге тілемеймін деп сипатталатын өмір басталады. Мәселенің кейбір қырын Данияр Қайыртай зерттеп көрді. Я живу в этой квартире 30 лет. Это я. Но она очень нужна моей дочери. Папа, о чем ты говоришь? Деменцияға шалдыққан әкенің ойынша, қызы оны қарттар үйіне өткізіп, пәтеріне иелік етіп алмақшы. Ал басқа елге көшкелі жүрген қызы әкесінің өмірі мен денсаулығы үшін алаңдайды, амалы құрыған. Себебі бұған дейін бірнеше рет күтуші жалдап көріп еді, әкесі әртүрлі себеппен оларды үйінен қуып шықты. Есіне адасқан әке өткенді бүгіннен, шындықты елестен айыра алмайды. Бұл биыл Оскар сыйлығының 6 номинациясын жеңген әке драмасының сюжеті. Ал өзіміздің айналамызда сондай қаншама әке бар. Әкесінің өмірі үшін жан таласып жүрген қанша қыз бар, қанша отбасы. Науқастарға күтім көрсететін орталықта тұратын Федорда біреудің әкесі, біреуге ата болуы да әбден мүмкін, бірақ оларды танымайды. Олар түгіл өз өмір жолы есінде еміс-еміс қана қалған. Нешеге келгенін де біліп айтып отырған жоқ. Больше 100 лет. Жасым 100-ден асты. Әйелім қайтыс болған. Балаларым бар, бірақ нешеу екенін ұмытып қалыппын. Аттары да есімде жоқ. Осы жерде ешкімге бөгет жасамай, зиянымды тигізбей, тыныш қана өмір сүргім келеді. Ал жасы 80-ге таяған Анна үшін уақыт өткен дәуірде тоқтап қалғандай. Қазір хосписте емес, өз үйімде отырмын дейді. Целиноград маңындағы совхозда. Балаларым әлі кішкентай, 5-6 сыныпта оқиды. Коля мен Лена. Өзім осы Павлоградка совхозында сауыншы болып істеймін. Жасым 40-қа таяп қалды. Хоспис қызметкерінің айтуына қарағанда, мұнда жатқан 90 адамның 7-еуіне деменция диагнозы қойылған. Көп тозақ көрген адамдар сияқты қарап отырсаң енді. Мықты жақсы адамдардың ата-аналары, мысалы, солар келіп бір көріп кетпейді. Мысалы, намыстанатын шығар, менің әкем осындай кісі деген деп. Кейбіреулер жұмыста жүреді, қарамайтын кісілер, енді үйде қарай алмаймыз деп әкеп тастайды. Ондай науқастар бар отбасында, болмаса олар жалғыз тұратын болса, ол тек өздерінің өміріне қауіп емес, ол қоршаған қасындағы адамдарға да қауіп төнеді ғой. Газды жағып кетуі мүмкін, болмаса бір электричествоға бір затты қосып кетуі мүмкін. Алматылық Надия Жаныспаеваның әкесі осыдан 3 жыл бұрын қан қысымы төмендеп ауруханадан бірақ шығады. Содан бастап бізді танымайтын күйге түсті, өзін бөтен үйде жүргенде сезінетінді шығарды дейді. Аурудың алғашқы белгілерін еске алып. 87 лет. Ол кезде әкемнің жасы 87-де еді. Соны ескеріп, әрі байқалған симптомдарына қарап, деменцияға ұшыраған болар деп күдіктендім де дәрігерге алып бардым. Анамды да ертіп алдым. Бұл жағанымыз аяқ әкемізге Альцгеймер диагнозы қойылды. Анамда тест тапсырып көрген, сөйтсе деменцияның алғашқы нышандары байқала бастапты. Сөйтіп, ата-анамызға ем-дом жазып берді. Бірнеше ем курсынан кейін олардың жағдайы әлде қайда жақсарды. Жас 60-тан асқан Надия Жаныспаева өзінің де есте сақтау қабілетін нашарлай бастағанда деменцияның алдын алатын дәрі-дәрмек қабылдапты. Себебі ата-анасын емдеген психотерапевт Жібек Жолдасова бұл аурудың тұқым қуалайтынын, әрі алғашқы белгісі ұмытшақтық екенін ескерткен. Старость и ухудшение памяти. Қартайғанда ұмытшақ болу қалыпты нәрсе деп түсінетіндер әлі де көп. Негізі керісінше, адам жасы ұлғайған сайын есте сақтау қабілеті жақсаратыны ғылымда дәлелденген. Демек, кәрі адамда ұмытшақтық байқалса, деменцияның белгісі деп күдіктене бастау керек. Дәрігерге ертерек қаралған маңызды. Бірақ біздің дәрігерлер де мұндай сырқатты қарауға құлықсыз немесе қауқарсыз. Невропатолог психиатрға сілтейді, психиатр керісінше невропатологқа жібереді.
психикалық ауытқулар деп психиатрлардың бақылауына жібереді көп жағдайда. Енді сол психикалық ауытқуларға жеткізбейтін алғашқы сатыларында науқастарға көмектесуге болады ғой. Уақытысында сол науқастарға дұрыс диагноз қойылып, дұрыс көмек көрсететін болса, дұрыс ем шаралар жүргізетін болса, олардың өмірін жеңілдетуге болады. Ол үшін ауруханаларда деменция белгісі бар науқастарды емдейтін арнаулы кабинеттер ашылуы керек дейді Гаухар Ибатова. Сонда бір жағынан деменция диагнозы қойылғандардың есебі де түгенделер еді. Қазақстанда таралу бойынша жалпы бір келкі болып табылады. Жылдар бойынша алсақ 2019, 20 және 21 жылдары шамамен бірдей сандар 30-40 аралығында. Она у нас составляет... Денсаулық сақтау министрлігінің бізге берген мәліметінде 10 мыңға жуық адамға осы диагноз қойылған деген. Ал шын мәнінде бұдан 10-15 есе көп деп болжаймын. Яғни кемінде 100-150 мың адам осы ауруға шалдыққан. Бірақ олардың көбі дәрігерге қаралмайды. Үйлерінде қамалып отыр. Оның үстіне ресми деректегі 10 мың науқастың 1 мыңы ғана дәрі-дәрмек алады екен. Мұны фарм компаниялар берген деменцияға қарсы дәрілердің сатылу көрсеткішіне қарап тұжырымдадық. Жібек Жолдасова деменцияға шалдыққандарға және олардың отбасына қолдау көрсету үшін қоғамдық қор құрған. Сол ұйымның дерегіне сүйенсек, елдегі 65-74 жас аралығындағы адамдардың 3-5%-ында деменция бар. Яғни осы жаста сырқат салыстырмалы түрде сирек кездеседі десе болады. Ал 75-84 жас аралығындағы адамдардың шамамен 20%-на осы диагноз қойылған. Яғни әрбір 5-шісі ауырады. 85-тен асқандардың ішінде 2-ның бірі науқас. Альцгеймер ауруының профилактикасы ретінде әрбір адам мимен көп жұмыс істеу керек, көп оқу керек, болмаса жаңа тілдерді үйренуге талпыну керек. Бұрын аталарымызды көретін ғой, кроссворд шешіп ататын, папаларымыз жаңағы шашық ойнап атады, шахмат ойнап атады. Сол сияқты сондай мименен ойланатын, миға сондай салмақ түсіретін жұмыстарменен көп айналысу керек. Демек, ми тоқтаса, өмір де тоқтайды. Тіршілік жалғаса береді әрине. Өзін танымай, өзгені де ұмытып. Көшеде кім екенін, қайда тұратынын білмейтін қарт кісіні кездестіріп қалдым дейтін әңгімелер, ол енді тақырыптың келесі тармағы. Кто ты на самом деле? А я? Кто я на самом деле? Данияр Қайыртай, Жазира Оразқызы, Қуан Нұрақын, Сәбетхан Жағиев. Апта.